Шынар мен Айшагүлдің тойы болып жатырды. Айшагүлден күйеуге шығасың ба деп сұрады. Ол иә деп жауап берді. Пойраз қайтып келді. Ол тіке Айшагүлдің үйіне келді. Бірақ Айшагүл Шынардың үйіне көшіп кеткен еді. Мелтемге келді. Ол да үйінде жоқ. Полковникке келді. Ол да үйден көшіп кеткен еді. Мүнтазға звондап Айшагүлге барсам көшіп кетіпті деді. Айшагүлге бардың ба деді ол. Мелтемге барсам ешкім жоқ. Үйіме келсем бос тұр деп еді. Айтуға ұмытып кетіппін. Оны құлатайын деп жатыр деді Мүнтаз. Полковник қайда деп еді. Білмеймін, Бахридің үйінде тұрады ау шамасы деді. Ал Мелтем Айшагүл деп еді. Айшагүл шетелге демалуға кеткен шығар, Мелтемді білмеймін. Оларды тауып берем деді Мүнтаз. Мен қайда тұрам деп еді. Иданың үйінде тұрасың. Бірақ қазір барма, қонақ үй жалдайым деді. Бұл тағы бірдеңе былықтырып жүр, көрерміз деді Пойраз. Айшагүл Шынармен билеп тұрғанда ол Пойразды көрді. Пойраз да оны той көйлекпен көрді. Айшагүл есінен танып құлап қалды. Оны ауруханаға алып кетті. Мелтемді тергеді. Компьютердегі ақпараттарды қайдан алдың деп сұрады. Ол ештеме айтпады. Пойраз ашуланып Мүнтазға келіп жағасынан алды. Айшагүл қалай тұрмысқа шығады деп айқайлады. Оны бопсалады ма деді. Мүнтаз мен ештеме білмеймін, тек бір адамды табуға жібердім ол үйге деді. Енді ол 2 жыл сені өлді деп ойлады. Не істеу керек еді ол қыз деді. Мен ол үйге бармайым деді Пойраз. Біз келістік қой деп еді Мүнтаз. Ол Айшагүл ол үйге тұрмысқа шықпай тұрғанда деді Пойраз. Сен не істеп жатырсың? Аға, бұл бәрінің күлін көкке ұшыра жаздады деді Эда кіріп келіп. Айшагүл әкеммен сөйлесем деді. Бәрі шығып кетті. Ол әкесіне мен Пойразды көрдім деді. Пойраз өлді, соны мойындайық қызым деді Бахри. Бұл адам дым білмейді, мен бұлмен жұмыс істемеймін деді Эда. Мен бүгін сүйгенімді қалыңдық көйлегінде көрдім. Сендердің міндеттеріңе түкіргенім бар деді Пойраз. Айшагүл тұрмыс құрды. Ол мен бір шаңырақ астында тұрасың деді Эда. Пойраз Айшагүлге барып сөйлесемін деп кетіп қалды. Пойраз келді. Айшагүл өзін жындандым деп ойлады. Одан қашып кетті. Пойраз оның артынан келді. Екеуі жылады, құшақтасты. Сенбедім. Бетіңді ашып қарадым. Қабіріңе гүл ектім. 2 жыл қайда болдың? Неге хабарласпадың? Мені қинауға қандай қақың бар деп жылады Айшагүл. Сені мәжбүрледі ме деп еді Пойраз. Сені ұмытып есімді жию үшін, өйткені сен болмадың деді Айшагүл. Әттең сол кезде өліп кетуім керек еді деп жылады Пойраз. Шынар Айшагүлді іздеп жүрді. Айшагүл Шынар келді деп кетіп қалды. Пойраз қалып қойды. Шынар оны көрмеді. Эда да ауруханаға келді. Ол Пойразға үйге барамыз деп еді. Ол маған жұмыс жайлы, ол үй жайлы айтпа. Мен өлдім деп ашуланып кетіп қалды. Айшагүл жылап жатырды. Пойраз өзінің қабіріне келіп қазып жатырды. Мүнтаз келді. Не істеп жатырсың деп еді. Бос болғасын жатайын деп жатырмын деді Пойраз. Сенан бар ғой, бәрін өзім шешемін деді Мүнтаз. Пойраз қабірде ұйықтап қалды. Таңертең Иса мен Умран келді қабірдің басына. Умран Пойразды көріп есінен танып қалды. Иса қуанып кетті. Умран да жындандым деп ойлады. Пойраз оларға ешкімге айтпаңдар деді. Бахри өлтірген Жевдеттің ағасы Шынардың ағасына звондап, былықтарыңды ашамын, лас істеріңді әкеңе айтамын деді. Шынар шаруаларымен кетіп қалды. Айшагүл таксимен үйіне қайтайын деп жатқанда Пойраз оны алып кетті. Сөйлесеміз деп. Неге тұрмысқа шықтың деді Пойраз. Мен қиналдым, өзің қайда болдың? Ойымнан 1 секундта шықпадың деді Айшагүл. Пойраз бір сұрақ қояйын, әлгі адамды сүйесің бе деп сұрады. Ол мені қайта өмірге әкелді деді Айшагүл. Пойраз кетіп қалды. Бахри Шынардың ағасымен жұмыс істеуге келісімге қол қойды. Мелтемді қамауға алып бара жатырғанда Мүнтаз Пойразбен кездестірді. Мелтем Пойразды көріп мен білдім сенің тірі екеніңді деп екеуі құшақтасып жылады. Бахрилер келе жатқан көлікке Жевдеттің ағасы адамдармен оқ жаудырды. Бахри кімсіңдер деп еді. Сендер өлтірген Жевдеттің ағасымын деді. Тасымал ісі біздікі деді ол. Садреддин біз оған қол қойдық деді. Ол Бахриге қару тақап тұрды. Бахри өзінің қаруын тастап ат деді оған. Ол атып еді, оның оғы бітіп қалды. Бахрилер оны өлтіріп кетті. Шынардың ағасына біреу звондап Жевдеттің ағасын өлтірді деді. Ол жынданып енді әкеме бәрін айтатын болды деді. Шынардың әкесі ағасына не болып жатыр? Жевдет өлді. Енді бүгін ағасын өлтіріпті. Маған ұнамайтын іске кірісіп жүрсең, сөйлесеміз деп ашуланды. Пойраз Мүнтаздің айтқанын істейтін болды. Ол Мелтемге көмектесемін деді. Сенан келді. Эда оларды
көлікте қарап отырды. Мүнтаз звондады. Қашып кетпесін, қарап қой, ол біртүрлі сөйледі кеше, деді Идаға. Пойрас Сенанды алып кетеміз деді. Сенан Иса ағамды көргім келеді деді. Олар мектепке Исаға барды. Иса олармен сөйлесіп болып, автобуспен үйге қайтам деп автобусқа бара жатырды. Мүнтаз Пойразға звондап, екі адам Абул-Месудтың адамы, қарашы, танисың ба деді. Олардың артынан Еда келді. Еда мен Пойраз ұрысып жатырды. Сол кезде Иса мінген автобус жарылды. Пойраз Иса деп айқайлады. Исаны тауып алып ауруханаға алып кетті. Умранға звондап, Иса апатқа ұшырады деді. Мектеп шығайын деп жатқанда тергеуші мен сөзге келіп қалып оны ұрды. Мектемді қайтадан қамап тастады. Айшагүл Шынарға Америкаға кетейікші деді. Еда Невраға звондап, шаруаларым бар, күйеуіме қатысты деп еді. Ол қайда жүр? Болмаса орнына басқа адам аламыз деді. Келеді деді Еда. Айшагүл жарылыс жайлы жаңалықтардан көріп қалып әкесіне звондап еді. Ол ауруханадамыз деді. Қазір барамын деді Айшагүл. Пойраз Мүнтазға келіп, бірдеңе таптыңдар ма деді. Олар әзірге жоқ деді. Әлгі адамның суретін көрсетті Пойразға. Таныдың ба деді. Ол я деді. Шынардың әкесіне бір конверт келді. Ол оны ашып оқып біреуге звондады. Кездесуіміз керек деді. Ол қиналып отырды көлігінде. Пойраз жарылыс болған жердегі болған адамның үйіне келді. Біреулер келіп оның үйіне оқ жаудырды. Пойраз олармен атысып жатқанда ол адам қашып кетті. Шынардың әкесі өзін өзі атып тастады. Шынар Айшагүлмен ауруханада жүреді. Анасы звондап, әкең жоқ, хабарсыз, таба алмай жатырмыз деді. Шынар үйіне келді. Едаға полицияға хабарласшы деді. Бахри кафеге келіп отырғанда Пойраз келді. Олар құшақтасты. Пойраз Айшагүл тұрмысқа шығып алыпты деді Бахриге. Ол қанша рет сенің артыңнан кеткісі келді. Қуанышқа орай ол ісі жүзеге аспады деді Бахри. Сен де мені тыңдамайсың ба, әке, деп еді Пойраз. Тыңдаудың қажеті жоқ. Мен сенің оны қалай сүйетініңді білемін. Саған не істегендерін Құдай білсін деді Бахри. Маған көрсетпегендері жоқ деді Пойраз. 1000 рет өлтіріп тірілтті. Қазір де тірідей өлтіріп жатыр деді Пойраз. Айшагүл білеме деп еді Бахри. Я деп еді. Демек есінен танғаны содан екен ғой деді Бахри. Пойраз қалай қиналғандарын айтты. Бірақ сол көргендерім қазіргі көргендерімнен қарағанда демалыс сияқты деді. Шынардың үйіне полиция келіп әкесінің өлгенін айтты. Иса есін жиды. Сенан мен Пойраз оған келді. Бомбаны жарған адам мойындағы таңбаны білуге Пойраз Тонер деген адаммен кездесуге баратын болып келісті. Пойраз ол адаммен кездесті. Ол бір үйім бар деді. Таңба ол неге деп сұрап еді. Олар бір-бірін тану үшін ойлап тапқан әдістері деді. Ол белгіні біреуден көрсеңдер, ол сол үйімнің бір мүшесі деді. Ол белгіні картинадан көрсемші деп еді Пойраз. Ол мүмкін емес, ол үйімнің ең жоғарғы басшыларына сыйға тартылады деді. Ол Түркияда жоқ деп айтты. Ол қашып кетті. Мен ол картинаны көрдім деді Пойраз. Қайдан көрдің деп еді Еда. Айшагүлдің күйеуінің үйінен деді Пойраз. Мүнтаз бен Еда Пойразға ол үйге кіруің керек деді. Кірмеймін деп айқайлады оларға. Бахрилер Шынардың үйіне көңіл айтуға келді. Бахри Айшагүлмен сөйлесемін деді. Олар сөйлесіп отырды. Ол бір күн ерте келгенде ғой деді Айшагүл. Оның басына не өткенін білмейміз ғой деді Бахри. Маған тұрмысқа шықтың деп ашуланады. Мен оның тірі екенін білсем өлгенше күтпейтін бе едім деп жылады Айшагүл. Енді не болады деді Бахри. Өле салғаным артық деп жылады ол. Ондайды айтпа деді Бахри. Сенде оның номері бар ма деп сұрады Айшагүл әкесінен.